Қой қырқу ауыл шаруашылығындағы маңызды жұмыстардың бірі, әрі балалар үшін қызықты, әрі тәнімді процесс. Бұл процесс қойларды таза, әрі салқын болуға көмектеседі. Әдетте қойларды жылына 2 рет көктемде және күзде қырқады. Бұл кезде ауа райы жылы болады, ал қойлар қырқылған жүнсіз де суықтан қорықпайды. Қырқу кезінде қойға зиян келмейді, тек жүнін кесіп алады. Қой жүнін иіріп, жылы киім тоқуға, көрпе және басқа да заттарды жасауға болады. Қойды қырқу үшін үлкен қайшы немесе арнайы қырыққыш аппараттарын қолданады. Мұндай тақырыпты таныстыру балалардың ауыл шаруашылығына деген қызығушылығын арттырып, табиғи материалдарды қадірлеуге үйретеді. Бүгін біздің топтың ұлдары да осы қойды қырқып көруді жөн көрді және өз қолдарымен қалай қырқу керек екенін байқамақшы. Ендеше істеріне сәттілік. Ал енді келесі кезек біздің кішкентай сұлу қыздарымызда. Жүн түту қазақ халқының дәстүрлі қолөнерінің бір бөлігі. Жүн түту қырқылған қой жүнін тазалап, тарқатып, жұмсақтау процесі. Бұл жүннен әртүрлі бұйымдар жасауға дайындық жасау үшін маңызды қадам. Мысалы, түтілген жүннен киімдер, көрпе, жастық және киіз жасалады. Алдымен жүнді тазалап, кірін кетіреді. Содан кейін жүнді қолмен тарқатады. Сонда жүн үлпілдеп, жұмсақ болады. Балаларға жүннің бастапқы және түтілгеннен кейінгі түрлерін көрсетіп, салыстыруға болады. Түтілген жүнді сабау таяқшаларымен үстінен қайталап тағы да сабап жіберсе, жүн одан сайын үлпілдеп, жеп-жеңіл болып. Жүнді түтіп болғаннан кейін оны иіріп жіп жасайды, немесе киіз басады. Бұдан жылы киімдер, көрпелер және әртүрлі тұрмыстық заттар жасауға болады. Бүгін біз өзіміздің кішкентай ғана сұлу қыздарымызбен бірге көрпеше жасап үйренбекшіміз. Осылайша топпен жұмыс жасағанда әр бала өзіне белгілі бір міндет алады. Бұл олардың жауапкершілігін арттырып, өз жұмысына мән беруге тәрбиелейді. Топтық жұмыс кезінде балалар түрлі идеялар айтып, шығармашылық қабілеттерін көрсете алады. Бұл оларға өз ойларын еркін білдіруге көмектеседі. Әр бала өз үлесін қосып, топтың жалпы нәтижесіне ықпал етеді. Балалардың жеке қасиеттерін ашуға және өзін қоғамның бір бөлігі ретінде сезінуге көптен көп ықпал етеді. Тігіс тігу балабақша балалары үшін жаңа іс екенін ескере отырып, оларға түсіністікпен қарап, әр қадамда қолдау көрсетіп отыру керек. Олардың жасаған әрбір кішігірім жетістіктерін мадақтап отыру оларды ынталандырады. Тігіс тігу баланың қол саусақтарының қимылын, көз бен қолдың үйлесімділігін жақсартады. Бұл дағды жазу, сурет салу сияқты басқа әрекеттерге де оң әсер етеді. Тігіс тігуді үйрену балаларға пайдалы ғана емес, оларды қызықтырып, жаңа тәжірибе береді. Бұл оларға өзіндік қабілеттерін дамытып, қолөнерге деген қызығушылықтарын одан сайын арттырады.